эле келиңкіремеді. Оны жұмыстан алып тастауға тура келді. Өйткені ол кісінің де футболға деген көзқарасы мүлде басқаша, оны көп адам түсіне бермейді. Әйтпесе негізі ол да мықты атақты бапкер, кезінде Аякста баптаған. Сол кезде Райкард Луи ван Галдың қол астында футбол ойнаған. Сонымен бапкер Луи ван Галдың орнына жас, тәжірибесі жоқ Франк Райкард келеді. Франк Райкард ол кезде Голландия құрама командасын баптаған. Голландия құрамасымен жетістікке жетпегеннен кейін ол жақтан қызметтен кетеді және Роттердамның Спарта деген командасы, яғни Голландия біріншілігіндегі ортанқол команданы баптап жүріп, сол команданы былайша айтқанда құрдымға тығады. Ол команда Голландия біріншілігінен шығып қалады. Екінші дивизионға түсіп қалады. Содан кейін Франк Райкард жұмыссыз қалады. Сондай адамды Барселонаның бас бапкері қылған Йохан Кройфтың бір ойлағаны болуы мүмкін. Бірақ ол кезде Рональд Куман Барселона командасының бапкері болуға, тізгінін ұстауға ұсыныс түскен кезде ол жоқ деп жауап береді. Сондықтан енді көптеген варианттар қарастырылады, бірақ соның ішінде Йохан Кройф осы Франк Райкардты алып келу керек деп талап қойып тұрып алады. Сосын 2003 жылы Франк Райкард командаға келісімен бірден команданың ойынын сол жылғы маусымда аяқтайды жақсы нәтижемен. Бірақ енді басында өте қиын болады. 7 ойында небәрі 2-ақ матчта жеңеді, чемпионатта қалады, ортанқол командалардың қатарында. Сосын бірден Рональдиньоны шақырады командаға. PSG сапында жүрген Рональдиньо туралы қызықты ақпарат айтады. Мынандай сөз айтқан екен Франк Райкард: Рональдиньо шығармашылық адамы. Ол сол қапталдан ортаға ойысса, оның орнына 3 жартылай қорғаушы кетуі тиіс. Әйтпесе қарсыласқа бос кеңістікті көбірек қалдырып қоямыз деп айтқан екен бір баспасөз мәслихатында. Сонымен қатар Райкард келе салысымен команданың ойын стилін, тактикасын өзгертті. 4-3-3 жүйесімен ойнайтын болды команда. Одан кейін бірден айта кетуіміз керек, команданың ойыны жаңа маусымда жақсара түскен жоқ. Өткен маусыммен қарағанда сәл жақсарды, бірақ соншалықты мықты болған жоқ. Қыста трансферлік ауысым кезінде ол Эдгар Дависті сатып алады. Ол да жасы бір шамаға келіп қалған, жасарын жасап асаған футболшы. Дависті алғаннан кейін ол ортада Эдгар опорник қызметінде жұмыс істейді. Сөйтіп бүкіл шаруаны тындырады. Осыдан бастап команданың ойыны жүре бастайды. Барселона жақсы бір орынға, позицияға шыға бастайды. Бірақ командада кішігірім бір проблемалар болады. Бұл түнгі клуб мәселесі. Түнгі клубтарға Барселона командасының футболшылары өте көп баратындығы туралы ақпарат жетеді. Және Франк Райкард сол түнгі клубтардың ішіне барып, іздеп жүріп, осы кейбір ойыншылар табады, немесе таныс дос журналистер арқылы аңдытып қояды деген сияқты. Мысалға, Рональдиньоны талай ішіп, мас болып, түнгі клубты билеп қыдырып жүрген жерінен талай ұстаған екен. Сосын раздевалкада өте сабырлы, ешкімге айқайлай бермейтін Франк Райкард Рональдиньомен сөйлеседі. Енді осындай түнгі клубтарыңды азайтпасаң, біз чемпионатта өте қиын жағдайда боламыз. Сен маған керексің, 1 жыл шыда, 2 ай шыда деп алдап осылайша Рональдиньоны қинап футбол ойнатқызады. Мінекей 2005 жылы араға 1 жыл салып өткеннен кейін Франк Райкардтың командасы 19 қараша күні Сантьяго Бернабеуде өте керемет матч өткізеді. Олар Реал Мадридті 3-0 есебімен жеңеді және Рональдиньоның 2 голын білесіздер. Сантьяго Бернабеуде Реалдың жанкүйерлері Рональдиньоға тұра келіп қол шапалақтайды. Оның нағыз сиқыршы, футбол сиқыршысы екендігін мойындағандығын білдіреді. Мінекей осы кезден бастап Рональдиньоға дейін басқа да ойыншыларды алады. Ван Боммель сияқты тегін ойыншыларды алып жүреді. Барселона аса қатты шығынға батырмайды команданы Райкард, және сонымен қатар өте керемет нәтижелер көрсетіп жүреді. Бірақ сол 2005 жылы бұл команда чемпиондар лигасында Ливерпульге жеңіліп, сыртта соғылған 1 голдың кесірінен керемет ойнады, негізі шыға алмай қалады. 2004 жылы бұл ақпарат. Сосын чемпионатта Реал екеуі бірдей болады. Қосымша көрсеткіштер, яғни доп саны бойынша, жеңістер саны бойынша бірінші орыннан айырылып қалады, екінші орын алады.
мінекей осындай жағдайлар кубокта да жеңіске жете алмайды. Жалпы ешқандай трофей болмайды, бірақ клубтың басшылығы негізі Райкардқа сене бастайды, мықты бапкер сияқты. 2005 жылы 2005-2006 жылғы чемпиондар лигасының маусымында білесіздер, Франк Райкард финалда Арсенал командасын 3-1 есебімен жеңеді. Негізі Арсенал сол Кэмпбеллдің арқасында гол соғып жеңіске жетіп жатады, бірақ Йенс Леман қақпашы алаңнан қуылады. Одан кейін негізі есеп тең болып тұрған 1-1. Бірақ ойынның 70 минутына дейін Франк Райкард ештеңе жасамай отырады. Арсен Венгердің де керемет мықты тактик бапкер екендігін біледі. Ешқандай ойын жалмастырмайды. Тура осы күйінше 10 адаммен ойнап жатқан Арсеналды шаршата береді. Бір қалыпты былай пас, солға пас, оңға пас, солға пас, ортаға пас деген сияқты осылай жүріп келе жатқан кезде 70 минутта жылдам Хенрик Ларсонды алмастырып алаңға шығарады. Міне осы нестандартный ойыны бар Хенрик Ларсон Арсенал ойыншыларына түсініксіз бір қимылдар жасай бастайды. Барселона өзінің жаңағы бұрынғы ойын ойнап жатқан кезде Хенрик Ларсон аяқ астынан бір пас береді, керемет гол соғатын мүмкіндік жасап береді әріптесіне. Сөйтіп осылайша Барселона командасы жеңіске жетеді. Арсен Венгер де бұл жағдайды кейіннен мойындайды. Терри Анри де кейін Барселонаға ауысып келеді. Сол кезде айтады, Франк Райкардтың сол кезде Хенрик Ларсонды шығарып біз ойында не болып жатқандығын түсінбей қалған жағдайымыз бар еді деп кейіннен айтқан екен. Мінекей сол тики-таканы құрған кезде Йохан Кройф Франк Райкардқа мынандай ақыл айтқан: егер сенің ойыншыларыңның барлығы бойы кішкентай болса, аласа болса, ағылшындармен, италиялықтармен, ірі денелі футболшылармен қалай ойнайсың? Сондықтан да жылдам жақын арадан ойнасаң қалай болады деп ақыл айтқан. Дәл осы негізі Йохан Кройфтың философиясын өзі жеткізе алмай кеткен, энергиясы жетпей қалған, бірақ ойында қалып кеткен осы бір тоталды футболды Франк Райкард іс жүзіне асырады түрінде. Ол соны Хави, Иньеста сияқты кішкентай бойлары 1.65, 1.70 сияқты ойыншылардың барлығы жинап алады да 3 метр, 4 метр жердегі адамдарға пас беру арқылы, бір-бірімен жақын аймақта жүру арқылы, бірге шабуылға барып, бірге қорғанысқа қайту арқылы осылайша керемет тики-така тактикасын ойлап табады. Бұл тактиканың негізі аты басқаша, бұны каталониялықтар сол жанкүйерлердің айтып жүрген дүниесі. Ал негізінде ғылыми атауы Йохан Кройфтың қойын дәптерлерінде жазылып тұруы мүмкін. Мінекей осындай жағдай, бірақ 2005 жылы осы жағдайдан кейін команданың жаңағы жетістікке жете алмай жатуы, Рональдиньоның түнгі клубқа қайтадан кете бастауы, команданың ішіндегі осындай бір кикілжің нәрселердің пайда болуы команданы қайтадан тығырыққа тірейді. Айтпақшы, осы жерде айта кетуіміз керек, Франк Райкард балалар жастар академиясының ойынына барады, дубль дейміз. Сол кезде Лионель Мессиді негізгі командаға ауыстырыңдар деп ең бірінші пәрмен бергенде осы кісі болатын. Бұл енді әрине оған да Йохан Кройфтың қатысы бар. Сөйтіп раздевалкада Рональдиньоның қасына отырғызады. Жас бала сенімді ойнау үшін, мықты футболшының қасына отырсын, бірден талантты екендігін Райкард мойындаған және Лионель Мессиге көп жалпы сенім артқан. Мінекей осындай жағдай. Одан кейін Франк Райкард қызметтен кеткеннен кейін екі жерде ғана жұмыс істеген. Ол Сауд Арабия құрама командасы. Енді түсінікті, Сауд Арабия футболының ол ешқайда жетістікке жете алмайтындығы белгілі. Жалпы сол бір іріктеу ойындарынан кейін ол жақта қызметінен кетеді. Және Франк Райкард осыдан кейін Қазақстанға келеді. Ол Галатасарай командасының бас бапкер ретінде Қостанайдың тобылының Еврокубокты ойынының біріне келеді. Галатасараймен кездеседі, білесіздер. Сол кезде Франк Райкард Қостанайға келген. Мінекей осындай жағдай, бірақ бұл Түркияның командасымен де мықты нәтижеге жете алмады, өзінің ойын стилін қоя алмады, сондықтан қызметтен кетті және одан кейін жалпы бапкерлік менікі емес, тактикаларды футболшыларға түсіндіру қиын. Қазір футболшылар басқаша көзқараста. Мен спортты қойдым деп осылайша спортты ғұмырын, яғни бапкерлік карьерасын аяқтап бір күнде кетіп қалады. Және Моника деген өзінің жұбайымен де ажырасады. Үйде бала қарап отырған жас келіншек болады. Сонымен көңіл қосып шетелге көшіп кеткенде жайы бар екен. Мінекей осындай жұмбақ адам Франк Райкард.
Барселонаның осы бір тактикасын ойлап табушы. Оны көптеген Каталониядағы жанкүйерлер, журналистер біледі. Хосеп Гвардиола келе салысымен осы идеяны одан ары қарай жылжытуға, тәртіп арқылы барлығын орнына қоюға болатындығын түсіндіреді, және Рональдиньо сияқты жаңағыдай түнгі клубқа баратын, өзін тыңдамайтын адамдарды бірден шығарып жібереді. Златан Ибрахимович де әйтеуір сыртынан неше түрлі өсектер таратып жүріп жұмыстан, яғни командадан кетіреді. Осылайша ол команданы Месси, Хави, Иньеста үштігінің айналасында құрады. Бойы кішкентай әдемі гол соққыш Валенсиядан Давид Виллияны алады, Жорди Альба пайда болады деген сияқты осындай футболшылар арқылы ол 5-6 жыл көлемінде Европада не жарыс бар, соның барлығында жеңіске жетіп жүрді. Мінекей қадірменді ағайын, бүгінгі Барселона туралы, Франк Райкард туралы айтайын деген әңгімем осы. Сонымен қатар енді Франк Райкардтың тағы бір стилі болған. Ол стильді кейін Жозе Мауриньо көп пайдаланған. Негізі Жозе Мауриньо бірінші пайдаланған деген әңгіме бар. Бұл трюк Мауриньо деп аталады футболда. Яғни команда ұтылып жатқан кезде, бірнеше ойын сәтсіздікке ұшырап, ойын кризисіне, дағдарысына түскен кезде журналистермен салғыласу, журналистермен ұрысу, журналистерді жалпы прессаны, бүкіл қоғамды командаға қарсы қою, сол арқылы команданың ішкі жан дүниесін ояту. Мінекей осындай да бір психологиялық бір трюк бар екен. Жозе Мауриньо үнемі қайталап істейтін. Жозе Мауриньо бұл жалпы трюктің негізі хас шебері болып саналады екен. Соны Франк Райкард да бір-екі рет істеген. Бірақ өзі мінезі ауырлау, көп адаммен келіспей қалатын жағдай болған. Мінекей қадірмен достар, бүгінгі әңгімеміз осындай. Келесі кездескенше сау сәлеметті болыңыздар. Ал осы видеоның астына келесі жолы қандай футбол командасы туралы немесе қандай футбол маманы туралы әңгіме айтайық, соны да комментарийге